тәуелсіз Қазақстанның ең үлкен жетістігі деп бұл Қазақстанның тәуелсіздік алғаны және сол тәуелсіздік алған Қазақстанның қазіргі таңда халқының осындай заманда бейбіт өмір сүруі, оған елбасының бүкіл әлемге Қазақстанның танылуына қосып отырған үлесін айтамын және біздің халқымыздың сондай көшбасшының жасап отырған саясатына қолдау көрсетіп және осы бейбіт өмірді сақтауға үлес қосса деген менің өзімнің пікірім бар. Бұл ұлы үлкен жеңісі тәуелсіз Қазақстанның. Болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаланың аясында бүгінгі таңдағы ең тарихи кезең бұл латын әліпбиіне көшу, яғни қайта оралу. Бұл осы тарихи кезеңде де кезең-кезеңменен біз латын әліпбиіне көшу керек болатын болсақ, соның қазір алғышарттары жасалды. Емле ережелері қазір ұлттық комиссия, тіл қазына ғылыми зерттеу институты осы жұмысты қолға алып жатыр. 5 бағытта комиссия жұмыс жасап жатыр. Осы жұмыстың елдің арасында сауалнама жүргізіп жатыр. Осыған қолдау көрсетіп, баршамыз бірдей осы жұмыстың жүзеге асуына үлкен ықылас пен жауапкершілік танытуымыз керек. Өйткені бұл тарихи кезең осы қазіргі кезде бізге жүктеліп отырған үлкен міндет. Кешегі елбасының 5 қазандағы жолдауында бұл бір жылда екінші рет жолданып отырған жолдау қажет уақытта керек кезде жолданған жолдау деп есептеймін. Бұның ішіндегі ең маған көңіліме қонымды бұл халықтың, қазіргі тәуелсіз Қазақстан халқының еркін әлеуметтік жағдайының жақсарып, жарқын, жақсы өмір сүруіне бой алу керек екен, соған бетбұрыс жасау керек екендігін аса маңыз беріп отыр. Осының ішінде отбасы құндылығын біздің тарихи қатпарларымыздан салт дәстүрімізді, әдет ғұрпымызды қайтадан өзімізге оралтып, мына терезесі тең әлемдік елдерменен бүгінгінің жақсысын алып, ескінің ескісін тастап, осыны біз ұлттық құндылықтарымызбенен мына ұрпағымызға сіңіре беруді, бізге осы жолдау үлкен рухани жаңғыру керек екенімізді аса маңызды дүниені жолдап отыр. Маған өте үлкен тебіреніс берді. Өйткені атадан келе жатырған салт дәстүрді, әдет ғұрыпты, біздің ұлттық қазынамызды сақтай отырып, қазіргі заманда халқымыздың әрбір отбасын, баласының тәрбиесін, ата-анаға, әрқайсымызға қызмет жасап отырған әрбір қызметшіге барлығының өзінің өмірі өзінің қолында екенін, соны жасауға ұмтылу керек екендігін, ал мемлекет соған түпкілікті жағдай жасайтынына үлкен сенім артатын жолда.